Мынау тәубе жайлы. Тәубе деген ол Алла тағаладан кешірім сұрау. Сен өзіңнің бір істеген ісіңе өкіну, енді қарай оны қайталамаймын деу. Жалпы мынау қысқа ғана арабша қисса бар. Оның аталуы мына келесідей. Қала сәәтубу ғадан нәмә ва лам ястайқиз дейді. Қараңыздар, ол айтты дейді. Ертең тәубе етем. Қойшы. Ертең тәубе етермін. Бүгін мынаны істеп қалайын деп айтты дейді. Бірақ та ұйықтады, ояна алмай қалды дейді, қараңыздар. Бұл жалпы кішкентай ғана қисса болса да, оның ішінде мына хикмет, ғибратқа өте толы. Біз қаншама адамдар жүр, күнәларын тастағысы келмейді. Ертең тәубе етемін, ертең Алла тағаладан кешірім сұраймын деп жүреді да, бірақ та сол ұзақ жылдар бойы сол нәрсені қайталай береді. Адамның ертеңі бітпейді. Бұл тұрғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мынау адам баласының мынау құртатын бір ғана сөз бар дейді. Ол мына сөздің атауы ертең дейді, қараңыздар. Мұсылман адамды құртатын осы ертең деген сөз. Алла тағала бізге мынау бүгін мүмкіндік беріп қойды бір нәрсені жасауға, оны неге бүгін жасамасқа? Біз неге оны ертеңге қалдыруымыз керек? Былай қарап тұрсаң, саған 24 сағатты беріп тұратын сол Алла тағала. Бірақ та сен Алла тағала үшін сен қысқа ғана уақытыңды бөле алмайсың деген сөз. Бұл мұсылман адамғыда жалпы үлкен қателік алып келетін нәрсе ғой. Өте қауіпті бұл мұсылман адам үшін. Сол себептен де мына тәубе деген ойнайтын нәрсе емес негізінде. Тәубе деген ертең жасай саламын дейтін де нәрсе емес. Ертең күн болады дейді. Ол күні ешқандай да тәубелер қабыл болмайды дейді. Ол мынау күн батыстан шыққан кезде, және де мынау адамның жаны алқымынан суырылып бара жатқан кезде тәубе қабыл болмайды. Өйткені сен ақиқатты барлығын көрдің. Алла тағала қаншама ескертті оны Құран-ы Кәрімде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаншама ескертті, бірақ та сен құлақ аспадың ол нәрсеге. Сенің сөзің не болды? Сенің сөзің ертең болды. Сол себептен де мына тәубе дейтін құрметті бауырлар, оны ешқашанда ертеңге қалдыруға болмайды. Тәубенің мынау жасалу келесідей. Ең бірінші, адам баласы сол нәрсеге өкіну керек, жасаған ісіне. Өкіну керек, я Раббым, мені кешіре көр, мен ендігі әрі ондай нәрсені істемеймін деп өкіну дейді. Одан кейін барып сен дәрет алып, одан кейін барып намаз оқуың дейді, қараңыз. Егер де осы нәрсені біз жасайтын болсақ, онда Алланың қалауымен, Алланың рахымымен, бәлки Алла тағала қабыл етеді ол тәубені. Өйткені Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтқандай, әне тәуәбур рахим дейді ғой, мен тәубені қабыл етушімін, мен аса рахымдымын дейді, қараңыз. Сол себептен де қанша күнә жасасаңыз да, Алла тағала мына тәубені қабыл етпейді деп ойлау, ол дұрыс емес екен. Өйткені құдси хадисте Алла тағала айтқандай, менің құлым мен туралы қандай ойда болатын болса, мен сондаймын дейді. Сіз Алла тағаланы залым, Алла тағала күнәларды кешірмейді деп ойлайтын болсаңыз, Алла тағала дәл сондай болады. Қияметтің күнінде Алла тағала сіздің күнәларыңызды кешірмейді. Ал бірақ та Алла туралы сіз жақсы ойлап, жақсы ойда болсаңыз, Алла менің мына күнәларымды кешіреді деп жүретін болсаңыз, онда иншалла Алланың қалауымен, Алланың рахымымен жаңағы күнәлар ол кешіріледі. Сол себептен де Алланың рахымынан күдер үзбеу керек. Бұл тұрғыда мынау мұсылман адамның сүйіншісі болған мына бір аят бар дейді. Өздеріне зұлымдық жасаушы құлдар, сендер Алла тағаланың рахымынан күдер үзбеңдер дейді, қараңыздар. Расында Алла тағала кешірімді дейді, қараңыз. Сол себептен де құрметті бауырлар, сіз қанша күнә жасасаңыз да тәубе етуді ұмытпауыңыз керек екен.